Осы екі балаға азаматтық бермесеңіздер, өздері оңалдарыңыз өздеріңе, мен үшін соттауға да дайынмын, жаным беруге дайынмын. Егер де сіздер осыларға қазіргі заманда бір азаматтық бере алмай тұрсаңыздар, ертең Қытайдың 55 заводын салған кезінде қазақтар сіздер қалай ертең көшеге шығамын деп ойлайсыздар? Көшеге шығып митингке шыға алмасаңыздар, Қазақстан мемлекетінің дәуірі тұрған кезінде, ертең 55 завод салынып, оның қасына 55 Қытайдың қалашығы салынады. Олар ұрпақтары тарайды. Сонда олардың мына үкімет бізге ие бола алмайды. Өйткені біз экономически зависимый болғаннан кейін біз тәуелдіміз оларға. Экономически зависимый, қазақша айтқанда тәуелді болғаннан кейін мына үкімет қазірдің өзінде мына Қытайдың ықпалынан шыға алмай, екі бауырымызға азаматтық бере алмай қорқып отыр қазіргі таңда. Оны айтып шындығын айту керек. Ертең осы 3-4-5-6 жылдан кейін мынау Қытайда көріп жатқан қазақтарымыз, қандарымыз, ұйғырлардың, қазақтардың көріп жатқан күнін ертеңгі 5-6 жылдан кейін осылай бола беретін болса, біз де кешеміз. Так что қазақтар, ояныңдар, ұйықтай бермеңіздер. Кезінде Алаштың алыстары да осылай біз сияқты шыққан, жанын тиіп, басын бәйгеге тігіп, бала шағасын тастап, сөйтіп шыққан. Сіздер ойламаңыздар, біз бүлікші или басқа бірдеме деп. Жаңағы атақ мансап іздеп жүрдік. Мен еріккеннен жүрген жоқпын. Ішім пысқаннан или атақ іздеп, басқа іздеп. Мен қазір қазағым бауырым деп, әділдікті қалайтын адаммын. Мен тағы да ескертіп айтамын, если осы екі азаматқа азаматтық бермейтін болсаңыздар, өз обалдарыңыз өздеріңе, мен өзім лично шақырам, Ақорданың алдында күнін белгілеп, сотталып кетсеңдер. Рахмет. Армысыздар ағайын. Мен де Дулат ағамды қолдап, дәп сондай жағдай Алматы қаласында бүкіл алматылықты Қытай елшілігінің алдына шақыратын болам. Өз елімізге келіп отқан қандасымды, елімде отқан қандасымды азаматтық беру ол бізге міндет. Ол екі азаматтың ғана басындағы жағдай емес, ол Қытайдағы 3 миллион қазақтың жағдайы. Саясат жалпы мүдденің қорғалатын жері. Қазақтың мүддесін қорғай алмасаңдар, отырған биліктерінен садаға кетіңдер, орындарды босатыңдар да тайып тұрыңдар. Мүддені қорғау керекпіз. Саясат ол мүдделер қорғалатын жер. Жер бетінде қазақтың отаны қай жер деген кезде, қазақтың жергілікті тұрағы қай жер деген кезде осы кең байтақ жеріміз белгіленеді, көк байрағымыз белгіленеді. Сол көк байрақтың арасына елімдеп келген азаматтарды сыйдырамасақ, ол бізге сын болады. Осыдан 1962 жылы барлығымызға мәлім, ол тарих. Қабдеш Жұмаділов ағамыз хат жазып, 62 жылы Қонаевқа беріп, Қонаев Ресейге жіберіп, 200 мың қазақты осы қазақ жеріне көшіріп алып келгенбіз. Өгей өкімет орыс ол кезде басшылықта болды. Олар бір мейірімділік танытып, 200 мың қазақты көшірген кезде, қазіргі өз қаны бір қазақтарымыз елтаңбаның астында, байрақтың астында отырып, екі қазақты көшіре ма, ол ездік таза. Ол ұлтқа қызмет ету, тағы да ол білімнен емес, мінезден. Мінез танытыңдар. Бәріміз білеміз ғой, сырт жақтағы бәрлерін қорқатына Мұхтар Әбіләзовті Қазақстанға қайтармақ болған кезде, Ресейге қайтармақ болған кезде, біз адам өміріне қауіп төндіретін елге өз азаматымызды бермейміз деп саяси пана беріп өз еліне алып қалған болатын. Тура сондай жағдай жасаңдар. Қытай адамды азаптайды, ату жазасына кесіреді. Қандасымызды деп айтыңыздар. Қытай еліне қайтармаймыз, ол елде азап адамның өміріне қауіп төндіреді деп өз елімізге алып қалуға әбден біздің құқығымыз бар. Егер біз шынымен де азат ел болсақ, тәуелсіз ел болсақ, өз қандасымызды алып қалуға міндеттіміз. Биліктегілер осыны орындаңдар, орындамасаңдар, халық оянып жатыр. Халық ақымақ емес. Ақымақ халық билік басына сендердей ақымақ басшыларды отырғызып қоймайды. Бізге халық ақылды болған соң, ақылды басшы керек бізге. Орындарыңды босатыңдар.